Алжасу. Алғашқы жігітім. Екінші курста таныстық. Бастапқыда ұнатқам жоқ, несін жасырайын. Мүлдем талғамымдағы адам емес болатын. Бірнеше рет сол үшін бетін қайтарғаным бар. Бірақ ол көне қоймады. Жүрегімді жібіткен бәлкім сол табандылығы болар. Күнде кешкілік жатақхананың алдында тұратын. Гүл сыйлайтын, хат жазып ән арнайтын. Соның бәрін көрген құрбыларым, неткен бақыттысың. Шіркін, бізді де біреу солай сүйсе деп жататын. Оны менен гөрі солар көптеу күтетін. Сол әсер етті ме, ол жайлы жиі ойлайтын болдым. Көрінбей кеткен күндері іздеуді шығардым. Бірде сабақтан кештеу шығып, тоғайлар арасымен жалғыздан жалғыз келе жатыр ем. Алдымнан өзге факультеттің жігіті шыға келді. Таныстығымыз болмаған соң қасынан өтіп кетпегім. Әселмісің, тарих факультетінің студентісің ғой, деді. Әй-шәй жоқ. Келе жатқанымды байқап, күтіп тұрса керек. Әсеммін деп түзеп жатыр ем. Солай ма? Жалғыз жүруге қорықпаймысың? Осы жерде бас салып ұрлап әкетсем қайтесің? Дегені бар емес пе? Бірақ шошып үлгермедім. Қайдан кеп қалғаны белгісіз, ол жанымнан табылды. Мән жайды сұрамай, әлгіні жағадан алып бір ғана соққымен жерге жықты. Оны менде шектелмейтіндей, зәрем қалмай арасына түстім. Сол күні алғаш қолымнан алып, жатақханаға дейін шығарып салды. Ашулы. Неге жалғыз жүрдің? Мен жетпесем қайтер ең деп бұрқ-сарқ етті. Нәзіктігімді сол күні алғаш сезіндім. Қорғансыз ем, торғайдың балапаны сынды. Таптаза, кіршіксіз ем. Соның сөзі. Ал ол болса мені күллі әлемнен қорғап қалғысы келетін. Солай етер ода, бойда, кең иық, зілді жұдырық мінез де бар. Алғаш рет жүрегімнің ол деп жылдам соғуы сол болған шығар. Міне, сол оқиғадан кейін күнде кешке өзі шығарып салатын болды. Қасымда құрбыларым бар дегенге иланбайтын. Сөйтсе жаны жайлы болатынын айтатын. Жұмыс кестесін үнемі менің сабағыма қарай құратын. Жанымда күнде бірге жүрген соң бар жоспарымды өзімен ақылдасатын болдым. 3-ші курс. Бос уақытта оқуымның жанындағы дәмхананың біріне даяшы боп кіргім келетінін естіп, түбегейлі қарсы шықты. Кім көрінген көз салып дейседіміз. Арамза көп, ал мен аңқаумын, көнуіме тура келді. Жалпы оның бұл өмірде ең жек көретіні сол, маған көз салушылар болатын. Бірге жүрген бір жылдың ішінде жаныма жуған біраз жігіт жұдырығының дәмін татты. Ол ғана емес, қарсы екеніме қарамай жатақханалас жігіттермен жеке-жеке сөйлесіп шыққаны да бар. Бірде тапа-тал түсте группаласымен күліп қоштасқаным үшін жанжал шығарып, соңы екеуміздің бірдей көз жасымызбен аяқталды. Өкпелегенде болдым оған. Мені арам ойға қалай қиятынын ұға алмаушы ем. Әйтсе де, жүрегімнің бір бөлшегі оның маған деген осынша ынтықтығын, қызғанышын қажет етіп тұратын. Әсіресе құрбыларым махаббатымызды сөз етіп қызғанышын ашық айтып жатқанда, өзімді олардан ерекше сезінуші ем. Бұл жалғанда мен болмасам, бір адам өмір сүре алмас, тіпті тыныс ала алмастай көрінетін. Ауадай қажет ем оған. Мен үшін бәріне дайын болатын. Тағы бір қызғаныш қысқан күні ол маған ұсыныс жасады. Соңғы оқу жылында ем. Оған да қарамады. Енді бір күн бөлек жүріп, мына мені торығандардан құтылмаса, есінен алжасатынын жеткізді. Соншалық жақсы көретін. Мен де оны шексіз сүйіп үлгергем. Одан өзге ешкімді көрмеуші ем. Тек соны керек ететінмін. Тек сонымен бақытты ем. Қолымнан алғаш алған күннен бастап, өзіне осыны түсіндіре алмай келе жатқандаймын. Түсінгендей ақ болады, бірақ жаныма жуылған еркек кіндіктіні көрсе болды, сөздерім ұмыт. Солай бола бергенін қаламаған соң, ата-анамның асығыстық жасамашы дегеніне қарамай,
сол айда-ақ шаңырақ көтердік. Махаббатымды солай дәлелдемекем. Бір үйде тұрып, бір жүргенге не жетсін, ертегідей өмір бастапқыда. Жүрегім ғана емес, енді тәнім де соныкі болатын. Барым қалтқысыз. Арамызда іңкәрлік, құмарлық, еркелік бәрі бар. Мен оның, ал ол менің әлемім іспетті көрінетін. Мен қызғанышқа жаңа себеп бергенге дейін. Ол солай дейтін. Сабақ кезінде жауапсыз қалған қоңырау, дүкеншіге күлімдей алғыс айтқаным, сабақтан 10 минут кештеу шыққаным, бәрі себепке жататын. Бұрынғыдай күндік кестемде емес, әр сағатымның есебін беріп отыратын болдым. Есептен сәл шатассам, соңы үлкен ұрысқа ұласатын. Телефонымды ақтарып, соңғы қоңырау соққандарды тексеруге дейін баратын. Ұялатынымды, ол солай еткен сайын өзімді жерден төмен сезінетінімді, намысыма тиетінін айтып, көп жылайтын болдым. Әр ұрыс кешірім сұрау, ыстық қауышумен аяқталатын. Ұзақ сүйіс, аймалау, тәтті түндер. Ал таң қайта үреймен ататын. Үнемі күдігін оятпаудың жолын іздеп тұратын болдым. Ыңғайсыз болса да, курстас, таныс, сыныптас жігіттермен бар байланысты үздім. Тіпті көшеде кезіп қап жатса, сәлемін алмай, қасынан зулап өтіп кетуді әдетке айналдырдым. Жалтақтық пайда болды бойымда. Олай ететінім, алда-жалда ол көріп қалса, неге амандасқанымды, оны қайдан танитынымды, қашаннан бері сөйлесіп жүргенімді түсіндіре алмасымды білетінмін. 4-5 жыл солай өтті. Айналама көзімді көтеруді мүлдем қойып кеткем. Қабағым үнемі шытыңқы. Өзге әсемді білмеген ұжымым оныма тез-ақ үйренді. Ал бұрынғы таныстарыммен көріп қалсам, таң қалысын жасырмай, мұның не, бұл халге қалай түстің, дейтін. Мінезімнің өзгергені үшін ғана емес, кім үшін сонша сәндендің дегенді естімес үшін, соңғы жылдары алған киімдерімнің де, өзімнің де сұрғылт тартқаным үшін. Бірақ ол да адалдығымды дәлелдей алмады. Ескіні жиі айтатын болды. Түнде шырт ұйқыдан оятып, жатақханада тұрғанда кіммен шатысқанымды сұрайды. Кейде бірінші курста бірнеше рет бетінен қайтарғанымды да еске салады. Сүйгенім мен сүйетіндігіме күмән келтіріп, өзгені аңсарымнан сезіктенуді шығарды. Оған 2 бала да бөгет емес. Болмасын әшеге ашуы қосып үйден кетуді жиілетті. Жоқ жерден қыран топан бола қаламыз. Жаным қысылғанда, мына маған қарашы, мені кім керек етеді дейсің? Түрме кім қызығады деуге бардым. Расында солай болуын тілеуші ем, көңілі тыныш болу үшін. Алладан кәріліктің тез келуін сұрайтын болдым. Сөйтсе ғана жанымыз тыныштық табатындай көрінетін. Кінәлі бола беруден шаршадым. Күдік тудыра беруден қажыдым. Байқасам, соңғы кездері өз-өзіме сенуден қалып барады екем. Көшеде жүрсем, бұл жүрсім оң ба, арсыз емес пе, ол қалай көреді мұны? Тіке қарап қойғаным үшін жүргізуші мені жеңіл жүрісті деп ойлап қалмады ма деген ойлардан ажырай алмайтын болыппын. Ажырасума қалайша? Ол мені сүйетін, шексіз сүйетін. Соңғы кездері мүлдем айтпайтын боп кетсе де, сөйтетінін білем. Сол үшін қызғанатын. Мені бұл өмірде ешкім бұлай сүйе алмайды. Ол маған мұқтаж. Айырылып қалудан қорқады. Менсіз өмірі қараң, бір күнде тұра алмайды. Сол үшін мінезін көтеруге бармын. Оның үстіне ол жақсы әке, табыс табады. Балалар бүтін отбасында өсу керек. Солар бақытты болса болды. Бастысы ол мені. Бір күні құжатқа қол қойғызу үшін ауырып жатқан бастығымның үйіне баруыма тура келді. Жасы 50-ден асқан әйел адам.
Пәтері 9 қабатты үйдің 7-ші қабатында екен. Лифт тоқтап тұр. Жаяулата 6-ші қабатқа жеткенде пәтердің бірінен айқай шу естілді. Көбіне ер адам шайпап жатты. Міне осы дауыс тоқтатты. Айтқаны да, ұрысының себебі де, үні де, қарқыны да таныс. Тітіркеніп кеттім. Күнделікті өзім кешіп жүрген күй, қызғаныш, кінә арту. Ең сорақысы адам да сол. Менің адамым, менің жарым, сүйіктім. Жаңылуым мүмкін емес. Бірден жанұшыра есік қақтым. Күткенімдей-ақ кімсің-ей деп аттандап, соның өзі есік ашты. Ал ар жағында жылап еңіреп ай күні жетіп қалған жап-жас келіншек тұр екен. Осы кезде бір жерден шыға келген тәртіп сақшысы: жігітім, осы айда міне 3-ші рет көршілерден шағым түсті. Енді ескертумен шектелмейміз. Айыппұл төлейсіз, не сізді үйқамаққа аламыз. Соңымнан еруіңізді сұраймын деп, бірден келгендегі мақсатын айтты. Атып шықтым далаға. Құжат қалды жайына. Мақсатсыз көше кезіп келем. Қайдан келем, қайда бармақпын, не күн көрдім, кім ем, кімге айналдым, неден бас тарттым, кімді сүйдім, кімге сендім, неге сүйдім мен өзі. Тоқташы, қызғанды емес пе, әлі де сөйтетін, менсіз тұра алмайтын, оның әлемі ем. Кейде махаббатта тұншықтыра біледі.